Ескерту. Осы бейнені тек тамақтанғаннан кейін ғана көруге болады. Әйтпесе кәдімгідей қарындарын ашып кетеді. Бірақ той болсаңдарда тәбеттеріңіз ашылып кетеді ғой. Кешіріңіз, менде көрсем бола ма? Әрине, тек тыныш отырсам болды. Қазақтың ұлттық тағамдары дегенде бірінші болып қазақтың еті мен бауырсағы ойымызға келеді. Ал мен қазақтың 200-ден астам ұлттық тағамдары бар десем таңғаласыз ба? Қазақтың әрбір тағамның өзінің мәні және құпиясы бар. Соны бүгін сіздерге айтып беремін. Сонымен осы сұрақтарға жауап береміз. Өкпелеп, ұрсысып қалған ағайын бауырлар не жейді? Қымыздың қанша түрі бар? Жау жүрек деген не және оны кімге берген? Не себепті төсті күйеу балаға береді? Қуырдақтың қанша түрі болады? Бал қаймақ қалай жасалынады? Шынымен де қазақтың сан алуан түрлі тағамдары бар. Және де кейбіреуі туралы айтып кетейін. Әлем бойынша ең көп ет жейтін халық қазақтар деп естігем. Сол рас па? Қазір біздің ұлттық тағамдарына қарап, оны біле аласың. I have өкпе. I have a süt. Өкпе süt. Өкпе süt. Егер ағайын бауырлар бір-біріне өкпелеп, ренжісіп қалса, оларға өкпе süt дайындалатын. Өкпе sütті кез келген адам дайындай бермеген, тек жасы үлкен әйел адам дайындаған. Оны былай жасаған. Өңеш арқылы өкпеге тұз бен бұрыш қосылған сүтті құяды да, 1 сағаттай суда пісіреді. Оны жеген ағайын татуласу керек. Ми палау. Мынау палау. Ол күріштен жасалатын өзбектердің ұлттық тағамы. Ал мына палау Тынық мұхитында орналасқан мемлекет. Ал мынау болса ми палау, қазақтың ұлттық тағамы. Оны қойдың миынан жасайды. Қойдың миын ұсақтап кесіп, оған қойдың басында орналасқан тәттілерді қосады да, үстіне тұздығын құяды. Әрбір өңірде дайындаудың өзіндік ерекшеліктері бар. Ең сыйлы қонақтан бастап барлық қонақтарға дәм татқызады. Ауызбіршіліктің белгісі болып келеді. Үлпершек. Жылқының жүрегінен әдейілеп қыз өз төркініне келген кезде жасаланатын тағам. Төркін деген ұзатылғаннан кейін қыздың туысқандары. Қыздың ата-анасы жүрегіміз сенімен бірге дегенді білдіреді. Үлпершекті жылқының жүрегінің ішіне шұжық, қазы, қарта, сүрленген ет, құйрық май қосып жасайды. Қуырдақ. Қуырдақты енді білетін шығарсыңдар. Бірақ қуырдақтың қандай түрлері бар екенін қысқаша айтып кетейін. Бал қуырдақ. Жас малдың жұмсақ етінен жасалады. Майға емес, қаймаққа қуырылады. Өте жұмсақ болып піседі. Қымыз қуырдақ. Етті қуырып қымыз қосатын қуырдақ. Қымыздың қышқыл емес, жұмсағынан құяды. Қара қуырдақ. Тек өкпе, бауыр, жүрек пен бүйректен жасаланатын қуырдақ. Өкпе қуырдақ. Ұсақ кесілген еттен жасайтын қуырдақ. Айта берсек, қуырдақтың түрлері шыға береді, ал біздің қарымыз аша береді. Сол үшін де ары қарай жалғастырайын. Қарын бүрме. Қарынға еті салып пісіретін тағам. Қазіргі кезде картоп, қызанақ, тағы басқа көкөнестерді қосып та жасайды. Кей кездері жерді қазып та жасалынады. Ең бастысы қарынның ішінде пісіріледі. Жау жүрек. Ер балаларға жау жүрек болу үшін пісірілетін тағам. Бауырды сүтке малып, оны қойдың шар майына орайды. Шар майды іш май деп те атайды. Кейін соның бәрін қуырады. Шынымен де ер балаларға күш-қуат беретін тағам. Қалай? Ет көп болып кетті ме? Жоқ, ет көп болмайды. Сол үшін келесі тағам жайлы айтып кетейін. Қазақша ет. Бешбармақ па? Бешбармақ деген ол қазақтың сөзі емес, кірме сөз болып табылады. Ал қазақтар ол тағамда әрқашан ет асу, қазақша ет деген. Енді түсіндім. Енді бәріміз де қазақша етті білетін шығармыз. Қазақша етке еттің түр-түрін салады. Ол қазы, шұжық, жая, қарта және тағы басқалары. Былайша айтқанда деликатес. Ет асқан кезде табақты тарту дәстүрі бар. Және де оның ішінде көп мағына жатыр. Мысалы, күйеу жігітке төс тартылады. Не себепті? Төс екі жақ қабырғаны біріктіргендей, күйеу жігітті екі елге сіңімді болсын деп берген. Сонымен қоса, төс ерлердің денсаулығына өте пайдалы екенін дәлелденді. Ата-бабаларымыз да соны білген ғой. Басты ең сыйлы жасы үлкен қонаққа берген. Құлақты үйдің кенжесіне берген. Үлкендерді тыңда, тәрбиелі бол деген мағынада. Шынымен де қазақтарда еттен жасалатын тағамдар көп екен. Ал енді еттен еме жасайтын тағамдарға да көшек. Ондай да бола ма екен? Қаттама. Орысша айтқанда слоеная лепешка. Майды қамырға қабаттап жағудың арқасында жасалынады.
өте дәмді болып келеді. Шелпек нанның бір түрі. Қазақтың салты бойынша көбінесе ас бергенде, жұма күндері, діни мерекелерде пісіреді. Шелпектің де түр-түрі болады. Бір жерлерде жұқылай пісірсе, басқа жерлерде қалыңдау қылып пісіреді. Ал енді қазақтың десерттеріне көшейік. Жент. Жент не болмаса қоспа. Тары, ірімшік, май, қант қосылып жасайтын тағам. Қоспа деп те атайды. Кейбіреуі қоспа деп сары ірімшіктен жасайтын, ал жент деп талқаннан жасайтын да атайды. Қыста қатпайтын, жазда ерімейтін ерекше тәтті тағам. Қызыл ірімшік. Сүтті ұзақ қайнатып жасайтын қазақтың десерті. Құрт. Құртты көбіміз білетін шығармыз. Алайда құрттың да сан алуан түрі болады. Жас құрт, ыстық құрт, сықпа құрт, езген құрт, ұнта құрт, құрт май, құрт көже және тағы басқа түрлері болады. Дәмдерімен де ерекшеленеді. Тек қышқыл, ащы құрт қана емес, сонымен қатар тәтті құрт та болады. I have қаймақ, I have a ball. Бал қаймақ. Бал қаймақ. Қаймақты да көбіміз білетін шығармыз, ал бал қаймақ жайлы естігендер аз. Әр өңірде әр түрлі қылып жасайды. Бір жерлерде қаймаққа бал, ұн және сүт қосып жасаса, бір өңірде жаңа сауылған сүтті қайнатып, оған қант қосу арқылы жасайды. Қалай жасамаса да өте дәмді әрі пайдалы қазақтың тағамы. Енді қазақтың сусындарына келетін болсақ, олардың түрлері өте көп. Олар айран, қымыз, шұбат, көже және олардың да түрлері көп. Мысалы, бәрімізге белгілі қымызды алатын болсақ, оның уыз қымыз, бал қымыз, тай қымыз, құнан қымыз, дөнен қымыз, бесті қымыз, жуас қымыз, қысырақ қымыз, сары қымыз, сірге жияр қымыз, түнеме қымыз және тағы басқа қымыздың түрлері бар. Осы бейнеден кейін қызығушылықтарын оянып, қымыз түрлерін зерттейсіңдер деген үміттеміз. Осы шығарылымды көріп әбден қарындарын ашып кеткен шығар. Сол үшін де көп созбай бейнені аяқтайын. Дастарханның алдында отырсаңдар, астарың дәмді болсын. Келесі кездескенше.